Сәлеметсіздер ме, Қазақмет көрермендері. Біздің арнада пайдалы адам ағзасына қажетті кеңестер туралы болмақ. Егер сіздерге ұнап жатқан болса, лайк басып, біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен, Қасен Айдана. Бүгінгі біздің пайдалы кеңесіміздің тақырыбы бүйрек аурулары және олардың белгілері. Қалыпты жағдайда күнделікті қалай емдеуге болады, сол туралы болмақ. Бүйрек адам ағзасындағы ең маңызды мүше. Ол күніне 200 литр қанды сүзгілеп отырады және де адам ағзасындағы қанындағы улы заттарды тазартып, суды реттеп отырады. Қазіргі таңның өзінде бүйрегімен ауыратын адамдардың саны өкінішке орай жылдан жылға үлес қосуда. Оның көптеген себептері вирустық, бактериялық және де суық тию осының барлығы бүйрекке қатты әсер етеді. Бүйрек ауруларымен ауыратындарға көбінесе ер адамдарға қарағанда әйел адамдар көбірек ауырады. Оның себебі репродуктивті жастағы өзгерістер болып келеді. Қазіргі таңдағы біздің медицинада көптеп кездесетін бүйрек ауруларына ол пиелонефрит, сонымен қатар бүйректе тас, құм жиналуы, бұның барлығы көптеп кездеседі. Бүйректің атқаратын қызметін бұзады. Бүйрек ауруларының негізгі белгілері ең біріншіден аяқтың, көздің, яғни қолының ісініп кету жағдайлары болып табылады. Себебі бүйрек суды реттейтіндіктен ағзадағы, яғни қан айналымы нашарлайды. Соның есебінен судың барлығы ісіну, яғни адам ағзасында ісіну белгілеріне алып келеді. Оны жеңудің ең бір ыңғайлы жолы ол жатар алдында суды ішпеу, белге арналған жаттығулар жасау. Бұл осы ісінуден алдын алуға сақтайды. Әйел адамдар бүйрек ауырған кезде әлсіз, яғни тоңғыш болып келеді. Бұның себебі бүйректің әлсіздігінен, соның есебінен болып табылады. Ол үшін адам, яғни әйел адамдар тамақ рационын жөндеген жөн. Оған көбінесе зімбір, пияз, қой еті, сиыр еті қосу осы адам ағзасындағы бүйректің қызметін жақсартуға көмектеседі. Бүйрек әлсіздігінен әйел адамдарда ішкі секрециясы бұзылады. Соның есебінен бүйрек үсті безінен адреналин гормонының бөлінуі азаяды. Сөйтіп, адам ағзасында әйелде зат алмасу процесі бұзылып, артық салмақтың жиналуына алып келеді. Бүйректегі құмды, тұзды тазарту үшін, бүйрек ағзасы үшін ең маңызды, яғни қызметін жақсартатын ол лавровый лист, яғни лавр жапырағы болып табылады. Күнделікті уақытта осы 2 лавровый листі жарты стакан суға қайнатып, ішіп отыратын болсаңыз, ағзаңыздағы бүйректің қызметін жақсартуға үлкен үлесін қосады. Бүйрек ауруларында қабынуға қарсы суық тиюден құтқаратын, сонымен қатар емен қабығы болып табылады. Бұны яғни тұнба ретінде пайдаланған жөн. Күніне 5-6 уақыттан тамаққа дейін осы емен жапырағын қайнатпасын 1 литр суға қайнатып тұнба ретінде қолданып отырған өте пайдалы. Осымен бүйрек туралы пайдалы ақпаратымыз аяқталды. Егер де сіздерге ұнап жататын болса, біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар және де лайк басып өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.